Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бұл тағы да Сәуле сіздерге екінші видеосын ұсынып отыр. Бұл біздің видеомызда қарақатты қалай мұздатып және одан тірі тосап жасауды үйренеміз. Ең алдымен қарақатты тазалап аламыз. Былай. Мен сіздерге қарақатты тазалаудың екі әдісін көрсететін боламын. Бірінші әдіс ол шанышқымен осылай қарақаттың сабағын ұстап, оны тарту арқылы тазалау. Ал екіншісі кәдімгі классикалық түрдегі қолдың күшімен тазалау. Бұл жұмысқа өзіңіздің балаларыңызды да жұмылдырып қоюды ұмытпаңыз. Ағын судың астында бірнеше рет қарақатты тазалап жуамыз. Жуылған қарақатты таза матаның үстіне төгеміз. Оны матаның бетіне біркелкі қылып тегістеп қоямыз. Қарақаттың кебуіне 1-2 сағат уақыт кетеді. Кепкен қарақатты менікіндей арнайы пакетке сақтасаңыз болады. Немесе кез келген пластиктен жасалған ыдысқа сақтасаңыз да болады. Есіңізде сақтаңыз, морозильникке, яғни мұздатқышқа ешқашан шыны ыдыспен қоюға болмайды. Себебі ол минус температурада сынып кетуі мүмкін. Ал енді біз қалған қарақатты варенье, яғни тосап жасаумен айналысамыз. Ол үшін жуылған қарақатты 1 килограмм шамасында өлшеп аламыз. Оны үлкен ыдысқа салып, енді дәл осы ыдысқа 1 килограмм 400 грамм мөлшерінде шекер саламыз. Мен блендердің осы түрімен езіп көремін. Ал енді мен блендердің мына стакан түріне араластырып көремін. Шынымды айтсам, маған осы ыдыспен араластырған көбірек ұнады. Себебі біркелкі және тез болады екен. Сіздерге де осы түрін пайдалануға кеңес беремін.
Дайын болған тосабымызды осындай ыдыстарға саламыз. Немесе мұздатуға арналған пакеттерге де салуыңызға болады. Бұндай әдемі тосап қыстың күні табылмас дәрумен және балаларға таптырмас тәтті. Соңына дейін зер салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерден лайк пен комментарий күтетін боламын. Рахмет!